Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен қарастыратын тақырыбымыз ол үшбұрышты, тікбұрышты үшбұрыштарға қатысты атақты әйгілі Пифагор теоремасы. Біз барлығымыз Пифагор теоремасын таныс шығармыз, иә? Кез келген тікбұрышты үшбұрышымыз, оның элементтері екі катеті және гипотенуза. Мұндағы АБ катет, екі қабырғасы С, ол жаңа тікбұрышымызға қарама-қарсы гипотенуза. Екі катеттердің квадраттары тең болады гипотенузалардың квадратына. Енді осыны біз іс жүзінде дәлелдеп көрейік. Ол үшін бізге осындай фигура керек болады. Бұл екі өлшемдері әртүрлі квадраттардың қосындысына тең фигура. Сонда не шықты бізде? Ортасында бір квадрат, одан кейін тікбұрышты үшбұрыштардың төртеу бар, бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Қабырғаларын белгілеп қойық. А қабырғасы, Б, С. Сонда мынау қабырға Б, А, С. Барлықтарының аудандары бірдей. Әр үшбұрышын бірінші үшбұрыштың ауданы тең екінші үшбұрыштың ауданына, үшінші үшбұрыштың ауданына және төртінші үшбұрыштың ауданына. Және ортасында төртбұрыштың. Яғни тең қабырғалы төртбұрыш, ол квадрат. Оның қабырғасы С, С квадратқа тең. Енді біз жалпы осы фигураның ауданын табу үшін мынау әр үшбұрыштың ауданын аламыз. 4S үшбұрыш деп алсам болады ғой, барлықтарын тең екенін көрсетіп, қосылған мынау квадраттың ауданына. Бізде үшбұрыштың ауданын қалай табатын едік? 2-ден 1 АБ көбейтілген синус альфа. Мұндағы біздегі синус альфа бұрышымыз 90 градусқа тең. Сондықтан біз 2-ден АБ көбейту синус 90 градуста 1-ге тең. 2-ден 1 АБ деп қарастырсақ болады. Немесе тікбұрышты үшбұрыштарды біз тік төртбұрышты 2-ге бөлсек, диагональ арқылы екі үшбұрыш шығады. Бізде төртбұрыштың ауданы мынау А қабырғасы, Б қабырғасы болатын болса, екеуін көбейту арқылы аламыз, АБ тең болады осы төртбұрыштың ауданына. Енді осының ішіндегі бір үшбұрышты алатын болсақ, үшбұрыштың ауданы осы төртбұрыштың жартысы ғой, соны АБ-ны 2-ге бөлсек, бізде тікбұрышты үшбұрыштың ауданы шығады. Сонда тікбұрышты үшбұрыштың ауданы бізде 2-ден 1 АБ-ға. Орнына қоям, 2-ден 1 АБ тең қабырға болатын квадрат. Квадраттың ауданы бізде S квадратқа тең. 2АБ плюс С квадрат. Енді біздегі мынау квадраттың бір қабырғасы А және Б бөліктерінің қосындысына тең. Сонда ол А плюс Б-ның. Енді осы өрнекті теңдікті шығару үшін теңдікті қарастырайық. 2АБ С квадрат тең болады. Қысқаша көбейту формуласы бойынша қалай? Бірінші өрнектің квадраты қосылған, екі еселенген екі өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадраты. Мұндағы бізде ұқсас мүшелер 2АБ мен 2АБ. Мен мына өрнекті көп мүшені теңдеудің оң жағына жіберсем, минус аппаратты 2АБ мен А сәтіп сол үшін мен бірден қысқартып жіберсем болады. Сонда не шықты менде? А квадрат пен Б квадраттың қосындысы тең болды С квадратқа. Енді мынау төрт үшбұрыштың көмегімен және орта үшбұрыштың көмегімен мен басқа мына жерде фигура жасасам болады. Тура осы мына жерге бөлек сызайын. Бөлек қара жасам болады. Міндет 4 үшбұрыш керек болады. Осы 4 үшбұрыштың орындарын басқаша орналастыру арқылы квадрат деп қарастырайық. 4 үшбұрышты, 2 үшбұрышты қоссам, менде тік төртбұрыш шығады. Міне. Мынау 2 үшбұрыш. Одан кейін мына жаққа тағы да 2 үшбұрышты орналастырам. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Ал жаңағы мен бастапқы қарастырған фигураның екі бізде квадраттың қосындысы еді ғой.
Ал с квадрат еді. Мыналар 2-ден АБ. Осындан қосындысына екеуінің өлшемдері тең деп алады. Сонда менде мынау А болатын болса, мынау да квадрат. Мынау да квадрат, бірақ өлшемдері әртүрлі. Сонда мына квадраттың ауданы А квадрат, а мына квадраттың ауданы Б квадрат. Сонда екеуінің қосындысы нені береді? Маған мынау 4 үшбұрыш, мына 4 жаққа кетті. Сонда ортасында тұрған квадратқа тең деп қарастырсақ та болады екен. Дәл осы нәрседен шыққан бізде тік бұрышты үшбұрыштың қабырғаларынан салынған квадраттар аудандарының квадраттарының қосындысынан тұрады. Яғни, мынау 2К типтен жасалған мынау А қабырғасы, Б қабырғасы, С қабырғасы болса, мынау А квадрат ауданы, мына квадраттың ауданы С квадрат, ал мынау үлкен квадраттың ауданы Б квадрат, С квадрат. Сонда менде тік бұрышты үшбұрыштың әр қабырғаларынан жасалынған квадраттардың аудандары 2 квадрат катеттен жасалған квадраттың ауданымен қосындысы тең болады гипотенузадан жасалған квадраттың ауданына. Дәл осылай біз дәлелдесек болады екен.